Баршаңызға сәлем достар, қош келдіңіздер менің каналыма. Бүгін мен сіздермен воздушный кекс рецептімен бөлісетін боламын. Осы видеоның соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып комментария жазуды ұмытпаңыздар. Бізге керек ингредиенттерді айтып өтейін. Ұн, сүт, жұмыртқаның сарысы, жұмыртқаның ақуызы, қант, сұйық май, какао-порошок, разрыхлитель және ванильный сахар. Алдымен жұмыртқаның ақуызына ванильный сахар салып, 1 минуттай миксермен араластырып аламыз. Қантты себелеп салып, жақсылап миксермен араластырып аламыз. Сұйық май, сүт құйып, тағы да араластырамыз. Ұнға разрыхлительді қосып, венчикпен араластырамыз. Жұмыртқаның сарысына ванильный сахарды қосып, миксермен араластырамыз. Қантымызды себелеп салып, тағы да миксермен араластырамыз. Сүт қосып, сұйық май қосып, тағы да араластырамыз. Ұнға разрыхлительді қосып, венчикпен араластырып аламыз. Міне біздің екі қоспамыз осындай болып шығу керек. Формамды алдын ала майлап дайындап қойдым. Жұмыртқаның сарысынан жасалған қамырымызды 1/2 бөлігін құйып шығамыз. Оның үстіне енді какаоны осылайтып себелеп сүйіп шығамыз. Енді жұмыртқаның ақуызынан жасалған қамырымызды үстіне құямыз. Какаомен үстінен тағы да өтіп шығамыз. Осылайтып бүткіл қамырымызды рет-ретінен салып шығатын боламыз. «180 градусқа 40-45 минутқа пісіріп аламыз». Міне достар, біздің воздушный кекс дайын болды. Осы рецептпен міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағаныңыздар үшін көп-көп рахмет. Сіздермен болған Гүлсезім.